Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алтынай. Бүгін сіздермен бірге ересектердің және балалардың тағамы күріш кашасының рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін міндетті түрде басып қойыңыздар. Алдымен тазаланып жуылған күрішті ыдысқа салып, үстіне су құйып, тұз салып, жарты сағатқа жұмсарғанша пісіріп аламыз. Піскен күрішті мұздай суға бір шайып алғаннан кейін үстіне 2 бокал, яғни 400 грамм сүтті құйып, тағы да отқа қойып, қайнатып аламыз. Дәміне қарай шекер салсаңыздар болады. Мен 2 қасық салдым, соның өзінде дәмі жақсы болып шықты. Таңғы асқа балаларға жасап берсеңіздер, өте тойымды тағам. Осылай бір қайнағаннан кейін үстіне 50 грамм сары майды салып, тағы да бір араластырып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Кашамыз дайын болды, оны арнайы ыдысқа құйып ұсынсаңыздар болады. Дәл осы рецептімен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.